Сәлем достар, сіздермен бүгін ашытылған қамырдан пирожки жасаймыз. Ол үшін қамырымызды ашытып аламыз, картопымызды суда пісіріп, видеодағындай езіп аламыз. Ашыған қамырдың рецептісі менің каналымда бар. Төменге қарай түсіп тауып алсаңыздар болады. Алдын ала жылы сүтпен ерітілген майды дайындап аламыз. Ең бірінші сары майды қосамыз, содан кейін сүтті қосамыз да жақсылап миксермен жұмсақ болғанша араластырып аламыз. Миксерді пайдаланбасаңыздар да болады, бірақ та миксердің көмегімен ешқандай түйіршіктер қалмайды және де өте жұмсақ болып шығады. Пирожкиді жасар алдында картофельный пюрені суытып аламыз. Картошкадан және орама жапырақтан салмасын дайындап алдым. Ашытылған қамырды 4 бөлікке бөліп аламыз. 4 бөліктің әрқайсысын 5-5-ке бөлеміз. Сонда бізде 20 дана пирожки шығады. Қамырымыз видеода көріп тұрғандай қолға жабыспайды. Қамырымыз қатты жұқа және де қатты қалың болмау керек. Сұйық майға қуырып пісірсеңіздер де, духовкада пісірсеңіздер де, жан жағы ашылып кетпейтіндей жақсылап түйіп аламыз. Түйген жағын астына қаратамыз. Осы рецептпен пісірсеңіздер, сіздердің пирожкиларыңыз өте жұмсақ болып піседі. Пирожкиларды жасап болғаннан кейін бірден отқа қоюға болмайды және де бірден духовкаға салып пісіруге болмайды. Онда ол көтерілмей қатты болып қалады. Жасап болғаннан кейін пирожкиларымыздың үстін орамалмен жауып, біраз уақытқа қойып қоямыз, шамамен 10-15 минутқа. Ол тұрып өзі көтеріледі. Көтерілгеннен кейін жұмыртқаның сарыуызымен кисточканың көмегімен жағып шығамыз. Әдемі қызарып пісу үшін. Араларын қатты жақындатпаймыз, өйткені ол піскен кезде көлемі ұлғаяды. Алдын ала қызып тұрған пеште 20 минут асты-үсті режимінде пісіріп аламыз. Пирожкиларымыз өте әдемі, өте жұмсақ болып шықты. Сіздермен болған Мадина Каркенқызы. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.